Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Бүгін 2 жұмыртқадан жасалатын айран қосылған өте дәмді кекс дайындайтын боламыз. Алдағы видеоларымды жіберіп болмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, үстіне қантты салып, миксерлейтін боламыз. Миксерлегенде аппақ көк күшік болу керек, яғни бастапқы массадан көлемі 2 есеге ұлғаюы керек. Массамыз көтерілгеннен кейін үстіне айран және сұйық майды қосып бір миксерлеп аламыз. Және ең соңынан електен өткізілген ұнымызды, қамыр қопсытқышты және ванилин салып араластырамыз. Барлығы жақсылап араласқаннан кейін кез келген кепкен жемісті қосуға болады. Мен кепкен ананасты қостым және тағы бір араластырып жібереміз. Енді ыдысымызды кішкене майлап, одан кейін дайындап қойған қамырымыздың барлығын осында құямыз және де бетін тегістеп шығамыз. Диаметрі 20-22 см болатын форманы да қолдануға болады. Одан кейін қызып тұрған 180 градус пеште 40-50 минут пісіріп аламыз. Пештен шыққаннан кейін толықтай суығанын күтеміз және қаласаңыз үстіне қант ұнтағын сепсеңіз болады. Өте керемет болып көтеріледі және суығаннан кейін пышақпен осылай формадан ажыратып аламыз. Мінекей осындай өте жұмсақ болады және де влажный, яғни құрғақ емес, өте дәмді болып шығады. Жұмсақ жасап көруге баршаңызға кеңес беремін. Ас болсын.